Алло. 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 Алло, сәлемет пе айналайын. Амансың. Сәлеметсіздер ме айналайындар. Так, все. Кто первый на связьға шыққан? Мен, Арсен. Арсен, да. Ну все, Арсен, ты первый вышел на связь, ты дежурный. Значит, мен уже сабақты бастап кетем. Если вдруг случайно Zoom өзі сбой болса, неге сотовый телефонға, WhatsAppқа или напишите, или позвоните, если сбой болса. Если сбой болмаса, все нормально. В общем, ты онда дежурный. Я начинаю. Все, уже время наступило, я начинаю. Қазір ана камерамды қосып алайын. Внимание, бастаймыз сабақты. Барлықтарыңызға, келген барлықтарыңызға үлкен сәлем. Енді сабақты бастаймыз. Уже мінекей время наступило. Қазір мен нені қосам? Демонстрация экрана деген функцияны қосам. Демонстрация экрана. Сендерге экран көріну керек. Значит, көрінді ма? Ну все, көрінсе. Значит, былай болды. Өткен жолы лекцияның продолжениесі. Өткен жолы мен сіздерге мынау схеманы қалай жинайды, материнский плата, мынау сборка, осының барлығын конструкциясын внешне айттым. Мынау печатный плата, все это бәрі айтылды. Теперь ендігі бүгінгі қарастыратын мәселеміз былай. Мына осы мен сендерге оқытып атқан сабақтың аты конструирование. Енді конструирование деген ол негізі былай қарасаңыздар өте жақсы сабақ. Ол даже сабақ емес, ол целый бір мамандық жатқан. Өйткені целый мамандық ол бір сабақтың несінен ауқымынан кең оныкі. Өйткені мынау бізде радиоэлектроникада технология связи, система связида мінекей жиналатын приборлар, олардың негізгі жұмыс істеу принципі өздерің білесіңдер, өткен жолы мен сіздерге айттым. Екі мықты нәрсе бар, осы электроникада. Мынау мінекей радиолампа, екіншісі транзистор. Басқаларының барлығы вокруг них, орыстар айтады ғой, вокруг них пляшут дейді. Басқаларының барлығы вокруг них пляшут. Вот радиолампа и транзистор. Теперь жақсы мықты конструктор болу үшін ол әлгі сыртқы корпусты жинайсыңдар ғой, ол енді әлгі не деуші еді, ешбір кітапсыз-ақ кейбір адамдар осы мастерлар өздері интуитивно жинай береді осыны. Еш жерде оқымай-ақ өздері сол интуициясыменен біліп істей береді. Ал негізі более тонкий шаруа мынау радиолампа мен транзистордың рабочий режимін есептей білу. Рабочий режим деген енді өздерің түсінесіңдер ғой. Мысалға, мынау лампаға мінекей, мына жерде анодқа қандай кернеу әкелесің, қандай тоқ шығады, мына жерде трансформаторды қалай орайсың, мына жерге 3-ке катодқа қандай кернеу әкелесің, 2-ге мына қандай кернеу бересің, так, мына жерде конденсатор мінекей емкость 0,01 микрофарад, ол почему солай. Осының барлығын, короче говоря, осы радиолампа мен транзистор, осы екеуінің расчетный формула теориясын білу керек. Онсыз мықты конструктор бола алмайды ешкім. Осы радиолампа мен транзистордың теориясын білу керек. Мінекей мен сендерге осы қалған екі сабақта, бүгінгі сабақ осы радиолампаның теориясын айтам. Келесі сабақ транзистордың теориясын айтам. Сонан кейін осы қалған екі сабақ, мінекей мен өзім ойлаймын,
осы енді айттым ғой мен сендерге 15 лекция деген енді ол аз нәрсе, онда бәрін айтып үлгермейсің, но бірақ осы в пределах предмета, пределах экзамена вот этих знаний, которые я успею передать, вполне достаточно, әбден жеткілікті қазақша айтқанда. Мінекей радиолампаның теориясын айтам, бүгін қысқасын айтқанда. Өйткені ешқандай конструктор ол теорияны білмесе, мынау рабочий режимді лампаның қалай жұмыс ететінін, онда әрі қарай ол түкси алмайды. Ал енді мінекей бастаймыз, бісміллә деп, мінекей мынау радиолампаның жаңағы рабочий режимін есептеу үшін осының ең бірінші несі осы сеточный анодный характеристикадан басталады. Мінекей мынау ИА деген анодный ток, ИС деген сеточный ток. Здесь меняется напряжение вот на сетке. Значит, анодный ток, сеточный ток. Вот это вот мынау график мінекей, науш график мінекей, анодный токтың графигі. А вот эти три графика, мына жақта тұрған, сеточный токтың графигі. Теперь, мына жерде көріп отырсыздар, анодный ток мінекей, у анодаға байланысты, у анода бұл жерде тұрақты болады, мінекей, 150 вольт, мына жерде 100, мына жерде 50 вольт. А өзгеріп отырады у сетки. Мына жерде де солай, и сетка, мына у сетка, а мына у анода ол қосымша дополнительный параметр, который постоянный болып тұрады. Так, мінекей, нелинейный функция, қысқасын айтқанда, мына жерде мінекей линейный участок, міне, осы линейный участокта жұмыс ету керек лампаны. Мына жақта мынау нелинейный участокқа шығып кетсе, мынау нелинейный участокқа, онда лампа дұрыс жұмыс істемей қояды, мінекей, мынау нелинейный участок. И вот, всегда конструктор должен вот в пределах вот этого линейного участка. Так, мінекей, мынау осы рабочий ненің мынау несі итоговый графигі мінекей и катодный көрініп тұр. Он складывается сумма как и анодный, мынау и сеточный. Екеуі қосылады да, мінекей и катодный береді. Так, мынау оң жақта мінекей оң жақта мінекей то же самое, мінекей и катодный, мынау и анодный, мынау и сеточный. Так, осы мынау да сол анодно-сеточный характеристика. Мынау мінекей енді мынау 8-19 мынау Б деген суретте, қазір принять все дейін, мына жерде біреулер күтіп тұр. 8-19 Б деген суретте и анодный уже у анодный. У анодный это значит и анодный, и у анодный. Бұны уже не дейді, бұны уже чисто анодный характеристика дейді. Ну, чисто анодный характеристика көрдіңдер ғой, он кішкене по-другому кетеді. Мына жақта мінекей былай кетсе, мына жақта уже былай кетті. Мынаны әгі математиканың тілімен айтқанда выпуклость функции вверх дейді, мынаны выпуклость функции вниз дейді. Так, енді осындай рабочий характеристикаларменен жұмыс істейді, мінекей, оның әртүрлісі болады, мінекей, мынау да жаңағы у анодныйға байланысты, мінекей, и анодный, у сетка, и анодныйға байланысты. Енді мына бір 6-17 деген сурет ерекше. Бұл не деген сурет? Бұл мына жерде мінекей и анодный, у сетки, я? Содан мінекей мына бір точкалардан Д, Г, В, Б, А точкаларды былай қарай отражать етеді, зеркальный отражение дейді ғой, солай қарай отражать етсе, сонда мына и анодный усетка осыдан мынаны перестроить етуге болады. Яғни мынау и анодный, у анодный. То есть получается что? Орысша айтқанда, получается былай. Мына графиктен, мінекей, сол жақтағы графиктен, оң жақтағы графикті осындай жолменен перестроить етіп, перерасчет жасап шығаруға болады. Яғни и анодный, у анодныйды жеке эксперимент жасамай қоюға болады. Мынау соны көрсетеді. Так, енді мінекей, енді неге келейік, әлгі формула. Потому что өздерің білесіңдер, без формулы ничего не бывает, орысша айтқанда. Бір нәрсені есептемей, ешқандай ол прибор жасалмайды. Мінекей радиолампаның важный характеристикалары. Мынаны не дейді? Мюді коэффициент усиления лампы дейді.
коэффициент усиления лампы дельта УА бөлінеді, дельта УА анодный кернеудің өзгерісі бөлінеді кернеу өзгеріс сетканікі. Бұл жерде ионодный тұрақты болып тұрады. Бұл коэффициент усиления лампы мю. Мына шама Д. Керісінше мынау дельта УС бөлінеді дельта УА. Яғни Д мюға қарама обратный величина. Қарама қарсы дейді, обратный. Д мен мю обратный. Енді мінекей келесі мықты шама, осы радиолампаның келесі мықты шамасы, ол жаңағы крутизна лампы дейді. Крутизна лампы дельта И анодный бөлінеді дельта У сетки. Дельта И анодный мінекей бөлінеді дельта У сетки. Мына жерде У анодный бөлінді У сеткиға, а мына жерде И анодный. Крутизна, это вот крутизна лампы дейді. Осындай характеристика. Енді ол қазір мен енді әлгі детальдарға кіріп кете алмаймын. Детальдарға кіріп кетсем 40 минут тез өтіп кетеді. Анау кітапта бүкіл осылардың детальный описаниялары кітапта бар. Мен осы бүгінгі лекцияны сендерге Жеребцов дегеннің мықты кітабымен оқып жатырмын. Ол да анау сендердің нелерінде бар. Мынау енді негізі мына жерде мынау мюді бар ғой. Оказывается, практикада абсолюттық шамаменен есептеу керек. Себебі кейбір жағдайда мынау дельта УС, мынау қысқасын айтқанда былай, мынау өсіп жатқанда мынау кеміп жату керек. Или керісінше мынау өсіп жатса мынау кеміп жату керек. Сонда қарама-қарсы болғаннан кейін мынау минус қояды екен, чтобы соңында плюс шығу үшін. Так, это тоже детали. Одан кейін анау кітапта детальный осылардың әртүрлі жағдайдағы практический расчеттары бар. Оны сендер әлгі өздерің бос уақыттарында кейін сосын өздерің әлгі мықты маман болғанда сол кезде тағы да осы кітаптарды тауып алып оқып жатасыңдар. Енді келесі важный характеристика радиолампаның внутренний сопротивление дейді. RI, мінекей 8-9 формулада. RI ол дельта УА бөлінеді дельта ИА. Дельта УА бөлінеді дельта ИА. Внутреннее сопротивление лампы деп атайды. Ол кезде мінекей УС, напряжение на сетке константа болып тұру керек. Напряжение на сетке константа болып тұру керек. Так, енді мына бір қызық. Қазір мен анау нені түзеп жатырмын әлгі камерамды. Мынандай қызықты қараңыздар. Жаңағы RI анықтамасы бойынша внутренний сопротивление осыған дельта УС-ті көбейтіп бөліп жіберсеңдер мю бөлінгенде шыға келеді. Яғни анау мю коэффициент усиления S крутизна, мынау внутреннее сопротивление осы үшеуінің арасында осындай байланыс шыға келеді. Элементарно дейді ғой мінекей. Так, енді тағы да мынандай қызықты қараңыздар. Анау жаңағы әлгі D дегеннің мынау мюға қарама-қарсы ғой. Сол үшеуін бірге көбейтсең, RI үшеуінің көбейтісі бір болып шығады екен. Ол да элементарно доказывается. Мынау енді мінекей былай, жаңағы әлгі лампының графиктерін алдым ғой. Енді обычно графикті қалай алады? Графикті эксперимент жасап алады. Анау әлгі лампының несіне цеп дейді ғой, цеп. Вообще радиоэлектронщиктерге цепті жинау ол оңай ғой, ойыншық ойнаған сиқатты. Любой цепті жинап, сонда радиолампаның жаңағы несіне цебіна амперметр мен вольтметрлерді жалғап жібереді да, мінекей. Мынау соның әлгі жаңағы графикте дельта ИА, дельта УС қалай табылады соны көрсеткен. Мына жерде де солай дельта ИА, мына жерде де дельта УС. Тангенс альфа ғой, сол арқылы табылады. Енді мынандай бір характеристика, анау внутренний сопротивлениеға қарама-қарсы нені, оны жаңағы проводимость деп атайды. Проводимость деп атайды. Так. Все, принял я там кого-то. Так. Мынау енді былай, анау жаңағы практический есептер әлгі. Анандай жағдайда мынандай, мындай жағдайда андай дегендей ол енді кітапта бар. Жаңағы мен айтқан Жеребцовтың кітабында оны не практикада, не лабораторный, немесе вообще өздерін кейін әлгі
өндірісте жұмыс істегенде көре жатасыңдар, оған қазір уақыт жоқ тоқталып атуға. Енді мынаны қараңдар, мінекей мынау жаңағы анодно-сеточный характеристика не үшін керек ол? А ол мынау үшін керек. Мынау біз жаңағы прибор жинағанда, мынау мінекей ПМН осы линейный участоктан шықпауымыз керек. Көрдіңдер ғой? Мына жерде мінекей мынау сеткаға келіп атқан кернеу мінекей. Түк міне былай өзгереді, сеткаға келіп атқан кернеу. Осы линейный участоктан шықпау керек. Сол кезде анау анодный ток ол да жаңағы мінекей осындай әдемі синусоида болып шығады. Егер де сендер мынау әлгі рабочий характеристикада мынау линейный участокты таңдап, содан шықпасаңдар, анау таңдаған параметрлар. Ал егер шығып кетсеңдер не болады? Шығып кетсеңдер мына жерде көрсетілген искажение болады. Искажение деген мінекей мынау көрдіңдер ғой, мынау астыңғы жақ мінекей B1 деген нүктеден былай қарай төмен түсіп кетсе, B1 деген нүктеден былай, мына сигналды уже мынандай синусоида қылмайды, басқаша қылып анау искажение қылып жібереді. Ол искажение несімен жаман? Ол прибор жұмыс істемейді, қысқасын айтқанда. Жөнді жұмыс істемей қояды. Так, енді мінекей қараңдар, до сих пор бұған дейін біз лампының жаңағындай холостой ход деп атайды. Холостой ход без нагрузки қарастырдық. Лампыны без нагрузки қарастырдық. Ал енді мына жерде рабочий режим дейді. Рабочий режим деген сөз динамический режим дейді еще. Мына жерде мінекей нагрузка қосылды. Мінекей RA сопротивление нагрузки, нагрузка қосылды. Осындай нагрузка қосылған режимді динамический режим дейді. Мынау енді біз лампыны динамический режимде есептей білуіміз керек. Мынау мінекей 7-де 1 формула. Кәдімгі анау әлгі физикада айтылады ғой, закон Ома для замкнутой полной цепи дейді. Закон Ома для замкнутой полной цепи, мінекей мынау 7-де 1 формула. Ол үшін Ом заңы? Закон Ома для полной цепи деген бар. Енді оны былай, анау нешінші курс екен, екінші курс физикада оқытады, білмеймін енді, мектепте оқытамын, оқытпаймын, оны білмеймін, әйтеуір физикада обязательно оқытады. Закон Ома для полного участка цепи. Немесе электротехника деген сабақтар болады, анау политехнический вуздарда, сонда оқытады. Вот, значит, вот 7.1 формула, закон Ома для вот этой мінекей. Мына жерде плюстан бастап, тік, через лампу, через это и қайтадан полный замкнутый цепқа жазылған. Так, хорошо. Енді осы сол жаңағы 7-де 1 формуладан, мінекей мынау 7-де 2, это рабочий, былай деп атайды. Рабочая формула лампы, которые находятся в работе дейді. Значит, жұмыс істеп тұрған мынандай нагрузка, да? Нагрузка менен мінекей era мынандай нагрузкамен жұмыс істеп тұрған лампаның несі, осы формуласы 7-де 2 міне. Қазір енді осы 7-де 2 формуласымен қалай есептейді, соны талдаймыз. Мынау 60-70 деген лампаның кәдімгідей әгі точный рабочий нелері ғой, характеристикалары. Так, енді мынан қараңдар, мінекей мынау жаңағы айттым ғой, мінекей 7-де 2 деген формуламен қалай жұмыс істейді, қазір соны айтам деп. Мінекей мынау сол 7-де 2 формула, мынау А, сосын М деген мынандай түзу сызықты береді. А, М. А, М это вот получается из этой формулы, ты вначале жаңағы И0 қыласың, И0 қылу үшін мінекей, И0, мына жерде И0 болғанда, мына жерде ИА тең УА болып кетеді. Это значит холостой ход. Вот холостой ход. А мынау жаңағы не? УА 0 қылып алғанда мынау М деген точка шығады. Ну, короче, вот эта прямая, АМ, АБМ, мынау 7-де 2 формуламен шығады. Енді қараңдар, ал мынау мінекей қара, мынау Б нүктені алайық. Б нүктеде мінекей нәбіру сызық бар ғой, мінекей былай битіп келген сызық, мінекей былай битіп келген сызық. Бұл жаңағы лампының несі, рабочий несі әлгі, анодной характеристикасы. Не анодно-сеточная, а анодный, когда мына жерде и анодный, и у анодный. И вот смотрите, что делают? Мінекей, мынау лампаның сызығы, лампаның характеристикасы, мынау жаңағы сызық. Екеуі түйіскен жерді, мінекей, мынау Б, екеуінің түйіскен нүктесін, осыны рабочий точка лампы деп атайды. То есть, біздің лампамыз, анау
анау приборға өздерің жасаған приборға қосып включать еткен кезде ол осы б нүктесіндегі мәндермен жұмыс істейді. Если вы хотите эту точку поменять, мысалға сдвиг жасайсыңдар, мына жерде US3 ғой, сендер US2-ға сдвиг жасайсыңдар, онда мына нүктеге болып шығады, мына нүкте болып шығады, мына нүкте. То есть өздеріңнің жасаған приборларыңа қандай нүкте мына жерде рабочий нүкте қажет, сол нүктені өздерің осы графиктен есептеп алып жатырып, анау приборға солай жұмыс еткізесіңдер. Вот. Здесь то же самое, вот, осындай мынау лампының жаңағындай анодно-сеточный характеристикалары, анау рабочий жаңағы закон Ома полной цепи, сонымен қиылысқан нүктелерді рабочий точка қылып алады. Мінекей, лампаның жұмыс істеу принципі осылай балалар. Бір жағынан енді қиын емес бұлай, екінші жағынан бірақ оңай емес, білу керек бәрін. Так, енді былай, мына жерде қандай расчет жасалған? Мына жерде былай, жаңағы дельта ИС өзгереді, дельта ИС, сосын дельта УА өзгереді, дельта УС өзгереді, напряжение на сетке, напряжение на анодта өзгереді. Сол кезде анодный ток өзгереді, мынау екі штрих болып өзгереді, мына жерде бір штрих болып өзгереді. Енді екеуін қосады, өйткені анодный ток менен сеточный ток екеуі қосылып жатады, сол екеуін қосады, сол екеуін қосқанда, ақырында қысқасын айтқанда, қазір мен сендерге ақырын бірақ көрсетейінші, ең соңында мінекей, мына жерде восклицательный знак қойыппын ғой, 3 восклицательный знак. 7-11 мінекей жұмыс істейтін рабочий формула шыға келеді. 7-11 минут. Так, енді мына жерде 7-11 деген формула несімен ерекше? Ол, значит, осы формулада анодный тоқты есептеу үшін жаңағы мю коэффициент усиленияны білу керек, сеткадағы кернеу қалай өзгереді, соны білу керек. И RI ол анау лампаның өзінің ішкі кедергісі. И RA, это анау нагрузкадағы кернеуді білу керек. Мінекей. Сонда былай шыққанда тамаша, простой, әдемі, жақсы формула шыға келді. Рабочий формула. Осы лампаның анау нагрузка жұмыс істеп тұрған кезіндегі параметрларын есептейтін осы 7-11 формуласы. Вот мінекей осыны осылай қорытып шығады. Мынау, мен тағы да мақтаймын, Жеребцов деген Илья Павлович, менде бар сол кітап. Неге библиотекаға да сағам өзіміздің облачный. Сонда сол кітапта осы күшті, керемет күшті жазылған. Так, мынау сол формуланың мынау енді екінші вывод, енді бірінші вывод болғаннан кейін ол енді барлық выводтарды и не обязательно знать, но в принципе теория полный білу үшін тоже это не помешает. Это осы формуланың тоже екінші вывода, вот она, получает ее. Здесь попроще получают, через анау S пен S-тің орнына нені қоя салады, формулалар сонда өзі шыға келеді. Мынау 7-11 формула қайтадан шығады. Так, енді мына жерде бағана біз жаңағы S-ті не дедік? Крутизна дедік. Сосын мю қайда? Мю, мінекей. Міне мұнда тұр мю, мюді коэффициент усиления дедік. Енді мынау осы S пенен мю, анау нагрузка қосқанда олар да өзгереді. Сонда мынау 7-15 формула, мынау S жаңағы лампаның без нагрузки S-і, без нагрузки, холостой ходтағы. А мынау S-ді уже нагрузка болғандағы S-і. Көрдіңдер ғой, қалай өзгерді? Енді қалай өзгереді? Өзгергенде по-простому өзгереді. RA, мынау знаменательді, анау нагрузканың кедергісі қосылады, и все, басқа түк емес. Көрдіңдер ғой? Сонда мынау S простой статика күйіндегі, мынау S-ді, D деген динамика күйінде. Мынау, мінекей, мынау сол формула. Мынау, это же формула, записанный через мю записанный. Так, теперь дальше что?
Мынандай шаманы енгізеді екен кейбір кітаптарда мынандай болады. Мынау RA, анау нагрузканың кернеуі бөлінген RI лампаның кернеуіне. Осыны альфа деп атаған. Не үшін дейді ғой? Удобно просто. Кейде RA-ның RI-ға қатынасын білу удобно. Насколько сенің анау нагрузканың кернеуі, анау лампаның өзінің кернеуінен қанша есе асып тұр альфа. Енді осы альфа арқылы жазғанда жаңағы есті былай жазылады. Если через альфа писать, вот, S динамический нагрузка тең S холостой ходтағы бөлінген 1 плюс альфа, мынау альфа. Мынау мюді, тоже мю динамический. Дельта UR бөлінеді дельта US-ке. Мына жерде мінеки мю холостой, мына жерде мынау мю динамический. Екеуінің арасындағы связь қандай? Связь очень простой. Неге? Жаңағы формулаға анодный емес, нагрузочный кернеу қосыла саған формулаға. Мінеки мю динамический тең мю холостой через альфа бөлінген 1 плюс альфа. Мінеки осындай тамаша, жақсы қарапайым формулалармен жаңағы бүкіл осы лампаның жұмыс істеп тұрған кезіндегі динамика дейді ғой. Динамика жұмыс істеп тұрған кезіндегі барлық параметрларын есептеп тауып, күйлерін дейді ғой қазақтар, состояние күй. Барлық күйін есептеп, параметрларын есептеп тауып шығуға болады. Мынау мінеки жаңағы тоже жаңағы лампаның мінеки И анодный, У анодный. Мынау сол лампаның жаңағы анодный характеристикасы. Көрдіңдер ғой, она идет нелинейными функциями мінеки. Былай кетеді. Әдемі бір жағынан әлгі бір биологияда сондай растениялардың бірдемесін сабатады ғой, соған ұқсайды даже. Мынау мінеки прямой сызық, бағанағы 7/2 деген формула, сондағы рабочий формула по закону Ома. Закон Ома для полной цепи. И міне екеуінің қиылысқан жерінде как раз М. Что такое М? Это значит рабочая точка вот этой лампы. Бізге қандай рабочий точка керек, соны осы жерден өстіп тауып аламыз. Мінеки сондықтан сендер осы бүгінгі сабақтан кейін сендер любой прибор, где вот радиолампа работает, радиолампа жұмыс істеп тұрады рабочем режиме, соны сендер енді полностью есептей аласыңдар. Қазақтар айтады ғой, ешкімге жалынбай-ақ дейді ғой, өздерің орысша айтқанда запросто есептеп шығасыңдар. Вот, допустим, мінеки мынау ламповый прибор қалай осының барлығын жаңағындай формула, жаңағындай графиктермен есептеген. Мына жердегі кернеуді, мына жерден өтетін тоқты, мына жерге келетін кернеуді, мына жердегі, мынау конденсатор, мынау кедергі, бәрін осы по участкам цепи дейді ғой, по участкам цепи, мынадан өтетін тоқты, мынадан енді сендерде электротехника деген сабақ бола қойған жоқ шығар, бірақ электротехникада болмаса да, мына физиканың жалпы курсында законы Киргофа для участка цепи деген болған. Сендерге де болған шығар. Бар сондай негізі. Законы Киргофа для расчета тока напряжений по участкам цепи. Теориясы деген сабақ болды, сода өттік. Қандай? Электр тізбектер теориясы. Вот сонда. Вот соны қолданады еще. Мына жерде жаңағы бүгін мен сіздерге айтқан формуламен қоса, мына каждый участокқа сол жаңағы законы Киргофа соны қолданып, сөйтіп ламповый прибор полностью есептеп шығады. Мінекей теориясы осы. Енді мына жерде мінекей теория кішкене нені суретті де көрсетейін мен сендерге. Лампалар қандай болатын. Так, қайда кетіп қалды? Міне, енді мынау кішкентай лампалар өндірісте болатын. Ал енді мен сендерге помните, осы бір алғашқы лекциялардың біреуінде айтқам, әлгі үлкен мощный радиостанциялар болады. Ағай? Иә. Мынандай радиолампа қолданған ғой, сроға, то есть схемасында мынандай радиолампа болды, 6P-ZS деген. Ол былай, қазір айтайын мен саған. 6P-ZS емес,
6P3S дейді, анау үш деген әріп, анау Z емес, 6P3S деген лампа, 6P3S деген лампа, сол лампа өте өзі негізі мощный лампа. Ол еще анау, сонау қайда менің жасөспірім мектепте оқыған осы кружокқа барған кезде сол кездегі лампа, мен сол лампаны өзі жақсы көремін. 6P3S дейді. Ол Z емес, 6P3S лампа. Ол лампа өзі мощный лампа. Оның жаңағы показательдары бар ғой, шетелдік лампалардан даже лучше көрінеді. Ну вот мен сендерге айтайын дегенім, кроме этих ламп, бывают мощные лампы. Анау мен сендерге алғашқы бір лекцияларда Бушка деген лампалар туралы айттым ғой, радиостанция мощный строит. Так. Маған мынандай экраныма мынандай не шықты, көрдіңдер ме балалар? 10 минут қалды деген ба? Иә, оқып тұрсыңдар ма, көріп тұрсыңдар ма? Негізі бізде де сондай шығып тұр, оставшееся время конференции. Иә, аха. Енді балалар былай. Мынау қазақта бір сөз бар ғой, әттең тонның келтесі ай дейді. Мынау бір жағынан Zoom-ға ризамын мен, Zoom-ға. Егер де мына Zoom программасы болмаса, даже осы сабақтың өзін біз өткізе алмас едік. Бұған бір жағынан ризамын. Екінші жағынан енді әттең тонның келтесі ай дегендей, мынау 40 минут енді аздау ғой. Содан әлгі разгон алып, керемет бір қызықты жерге кеп, енді бір қызықты жерлерін айтып атқанда өстіп шыға келеді ғой. Бірақ енді ничего енді, осығанда риза дейміз енді. Мынау енді осындай предупреждение шыққаннан кейін, қазір бір 9 минут өткеннен кейін өзі жалп етіп, мынау Zoom өзі өшіріп тастайды, маған қарамайды, өзі жалп еткізеді да өшіріп тастайды. Бірақ ол өшіргенше, сол 8-9 минут болса да мен өзімнің лекциямды оқи беремін. Өйткені 8-9 минутта ол да уақыт қой, оны да мен былай пайдаланамын. Сол кезде енді анау жалп етіп өшіріп тастағанда мен ол кезде сендерге айтып үлгере алмай қалам ғой. Сондықтан қазір айтып алайын. Қазір мына бүгінгі сабаққа келген барлық осы студенттерге, барлықтарыңа мен біріншіден үлкен рахмет айтам. Өйткені сендер сабаққа кеп қатысқанда менің сабағым қызықты өтеді, жақсы өтеді. Сондықтан бүгін сабаққа қатысқандарының бәріңе рахмет айтам. Барлықтарыңа амандық, есендік, саулық, жақсылық, бақыт, қуаныш тілеймін. Енді былай, мынау Рахмет ағай, рахмет. Бүгінгі сабақ қалай өтті? Сабақ қалай өтті? Сендерге мынау айтылған материал жетті ма, түсінікті болды ма? Өздерің сол енді бір-екі ауыз сөз, өздеріңнің мненияларыңды айтыңдар енді. Иә, жетті. Керемет ағай, керемет. Жақсы ағай. Жақсы сөйлейсіз. Материал сендерге түсінікті болды ма? Иә, түсінікті. Иә ағай. Иә, түсінікті. Жақсы онда. Ал енді онда сендерге де рахмет, осындай біз беріп атқан материалды қабылдап, түсініп, сол осы сабаққа жақсы, өте жақсы деген баға беріп атқандарыңа, жақсы баға беріп атқандарыңа, сендерге де көп рахмет. Енді мен сол жаңа айттым ғой, өзі жалп еткізіп өшіргенше, онда мен до последней секунды полезный информацияны айта берейін. Ол кезде уже өшіргенде бітті, там уже дальше ничего не сможешь сказать. Ағай, бірдеме сұрауға болады ма? Сұрай ғой, айналайын. Ағай, сіздерге айтты ма, басқа мұғалімдерге айтыпты да, если Платонуста 0 бар болса, ашуға болады деп. Сіздерге де тоже айтты ма? 0 бар болса, заявление жазып ашсын деп. Білмеймін о жағын, енді о жағын былай істейік, айналайын. Платонус жайында, мына жердегі лекцияның қымбат уақытын алмайық. Сен Платонус жайында менің электронный почтама хат жаз, сұрақ қой, немесе старостар арқылы действовать ет. Старостымен келісіп, екеуің маған электронный почтаға хат жазыңдар, сол арқылы бірімізге біріміз сұрақ қойып, жауап беріп отырайық. Мына жердегі қымбат уақыт алмайық. Жарай ма, айналайын? Менің email адресім бар ғой? Аха. Пожалуйста, егер де біреулер одан кейін әлгі
аштырып былай отработка жасайын түзетемін десе ондай сұрақтарды қарастыруға болады. Ал енді оны по интернету давай, по email почте. А қазір мен сендерге мынау осы сабаққа қатысты материалды айта берейін. Мінекей қараңдаршы, мен сендерге сол бір әлгі еще очный аудиторияда тақтада айтқан лекциямда бір айтқам, бір гушка деген лампылар болады, үлкен мощный радиостанцияда. Сонда мынау олардың жаңағы мінекей катод деген не? Мінекей қараңдар. Анод, катод. Мінекей анод көрініп тұр ғой, мінекей развернутый лист, анау қаңылтыр лист болады ғой, қаңылтыр листіні, если представьте, соны цилиндрический былай по кругу сложить, вот сол это и есть анод. То есть его можно разные размеры істеуге. А вот үлкен лампыларда, мынау жаңағы мінекей нит накала қайда мұнда нит накала? Так, қай жерде нит накала жақсы көрінеді? Так. Мына жерде мына ортасында жарайды, мына жерде көрінкілмейді екен. Короче, міне нит накала мінекей. Қыздыратын нит. Анау үлкен мощный лампаларда осы нит накала өте қуатты болады да, мынау енді стеклянный прибор ғой, қараңдаршы, мынау стеклянный прибор. Осы қатты қызып кетеді, қатты қызады. Сол кезде жаңағы водяное охлаждение жасайды. Мынау обычный приборларда мынау воздушное охлаждение, воздушный. Енді мен өткен жолы сендерге анау әлгі приборды конструкция жинайтын неде айттым. Анау мынандай ламповый приборда, анау шасси дейді ғой, шассиді только металлический жинайды. Оған анау пластмассовый шасси не пойдет, еріп кетеді. Пластмассовый оргстекло, сондай мягкий материалдар не пойдет. Поэтому обычно шасси прибор с лампами делают анандай, металлический корпус делают. Металлический. Еще мынау нелердің арасында анау воздушный не қалдырады. Қазір көрсетейінші мына жақта. Воздушное пространство қалдырады, чтобы он мог это охлаждаться. Так. Вот видите, мінекей, мына жерде мына бір приборда қараңдаршы, мінекей, трансформатор, да? И корпус көріпсіңдер ғой, металлический. В данном случае металлический корпустан басқасы не пойдет, еріп балқып кетеді. Еще қараңдаршы, вот оставляет пространство, вот үстіңгі жағынан слева, справа, астыңғы жағынан мінекей, оставляет пространство, чтобы осы трансформатор, сосын жаңағы радиолампа, чтобы они могли охлаждаться. Мінекей, мына жерде мінекей, мощный транзисторға радиатор қосылған. Радиатор тоже выполняет функцию охлаждения, суытып отырады. То есть осындай приборларда, анау система охлаждения, оны да ұмытпау керек. Оны да істемесең, анау приборың қызып кетеді, жанып кетеді, қысқасын айтқанда. Мінекей осындай лампылардың осындай қызық жерлері бар. Сосын, еще мынау не? Осы кейбіреулер мынандай сұрақ қояды. Почему транзистор емес? Сонда ответ былай. Өзі лампа, анау высокочастотный жоғары жиілікті частота, высокие частоты возбуждать еткенде, осы лампалар всегда работает лучше, чем транзистор. Поэтому өзінің әрқайсының орны бар. Мысалға, ламповый приборды никогда не заменишь транзисторменен. Транзистормен никогда не заменишь. И керісінше, кейбір жағдайларда анау усиление потоку дейді, транзистор, келесі жолы айтам. Сол усиление потоку транзисторда лучше, и поэтому ол кезде оны лампой не заменишь. Сонда они каждый өзінің нишасы бар. Транзисторның өзінің незаменимый жері бар, транзисторның лампының өзінің незаменимый жері бар. Сондықтан осы қаншама адамзат болады осы планетада, қаншама адамзат уақыт болады, соншама осы приборлар жасайды. Сол кезде приборлар жасағанда осы ламповый прибор да болады, транзисторный прибор да болады. ИМС, анау интегральный микросхема, мен сендерге бір екі лекция оқыдым ғой деймін, екеу ме, үшеу ме. Ол да болады. Вот они в сочетании жұмыс істейді. Мінекей осындай жағдай. Поэтому у них, айтады ғой, у каждого своя ниша, у лампы своя ниша, у транзистора своя, ал анау ИМС, интегральный әлгі кішкентай прибор. Енді ол интегральный ИМС-тар, енді олар мынандай миниатюрный кішкентай не жасауға жақсы, бірақ енді олардың қуаты, өздерің білесіңдер ғой, там токи, микро, нано уровеньға дейін кетіп қалады, ол жерде тоқтар. Поэтому әлгі, мысалға айталық, военный технологияларда, әскери технологияда, или үлкен әлгі мощный звуковой неде, мынандай әлгі крупногабаритный дейді, крупногабаритный приборлар, бұлар незаменимый, қысқасын айтқанда.
әрқайсының өзінің орны бар енді қазақша айтқанда. Қазақтардың да сөздері жақсы ғой, сөйтіп айтады ғой, әрқайсының орны бар деп. Мінекей осындай. Сосын әлгі нені жіберуді ұмытпаңдар бүгін, әлгі скриншоттарды жіберуді ұмытпаңдар. Аға, жасап қойдым, қазір жіберем. Сосын нені тоже интернетпен келсейікші, анау сендерге рубежка қай аптада